Кешіріңдер, мен ұшып келе жатып бір бидайдың дәнін түсіріп алдым. Мына жердің бәрін іздедім, бірақ таба алмадым. Сендер көрген жоқсыңдар ма? Мен жақын маңайдағы бүкіл хош иісті гүлдер өсетін жерлерді білемін, бірақ сенің дәніңді ол жерлерден көзім шалған жоқ. Ал мен жақын жердегі бүкіл нәжістер мен қоқыстарды жатқа білемін. Мүңгіген иісі мен түр-түсіне дейін сипаттап беремін. Алайда сенің дәніңді көргенім жоқ. Екеуің де бір табиғатта, бір ортада өмір сүресіңдер. Алайда сен, ара, тек гүл мен балдан басқа ештеңені көрмейсің. Ал сен, шыбын, қоқыс пен нәжістен басқа ештеңені білмейсің. Аққумен істес болсаң, көңілің пәк болады. Қаршығамен істес болсаң, тамағың тоқ болады. Қарғамен істес болсаң, шоқығаның боқ болады. Қоғамның қоқыстарын эфирге шығарып, бүкіл елге жариялайтын телеарналар бұл мультфильмнің жарыққа шығуына себеп болды. Айтуға ауыз бармайтын оқиға орын алса, қазақ ықылым заманнан мал құлағы саңырауы деп жамандықты барынша жасыруға тырысатын еді. Мал құлағы саңырау болса, адам жаны жаралы болмас еді. Әр халықтың жақсылығы мен жамандығы қатар жүреді. Егер телеарна халқына жаны ашыса, жақсылықты көрсетеді. Егер халқының түбіне жетуді қаласа, тек жамандықты көрсетеді. Мұндай телеарналардың қызметшілері құдды нәжіс пен қоқысты іздейтін шыбын секілді. Алайда көрермен ара секілді болуы тиіс. Ара қоқыс пен нәжісті тамсанып не таңданып қараушы ма еді?